Қараңыздар, жұмысшыға төлемдер төлеу үшін алдымен осы жерге кіресіздер. Платежи деп госуслуги, штрафы, налоги, платежи для ИП деп кіресіздер. Обязательные пенсионные взносы дегенде мына жерге кіріп төлейсіздер. Таңдайсыздар пенсионный взносы, период оплаты, например, октябрь. Мындай ең кімнің атында, соның ИП кімнің атында, соның ең жазасыздар. Работниктің ең жазасыздар, ары қарай төлем жасайсыздар. Сол сияқты соцотчисление төлейсіздер, медстрахование төлейсіздер. Мынаны егер ИП өз атында болса ғана төлейді. Ал мына жерде налоги для ИП дегенді жұмысшының айлығынан, мысалы қай Алматы қаласынан болсаңыздар, осылай жұмысшының айлығынан ұсталатын табыс салығын мынаған кіріп төлейсіздер. Осылай УГД таңдайсыздар, қай налоговыйға қарайсыздар. Период, текущий период дейсіздер, название организации,